Қайырлы күн достар, бүгін құймақ дайындаймыз. Оған айран, ыстық сүт, ұн, жұмыртқа, қант, ас содасы, тұз, сұйық май және ыстық су қажет. Ең алдымен айранға соданы қосып қоямыз. Жұмыртқаға қант, тұз қосып жақсылап миксерлейміз. Үстіне айран қосамыз, аздап ұнымызды қосып жақсылап миксерлейміз. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне ыстық сүтімізді қосып, тағы да бір араластырып, қалған ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін ыстық суымызды, майымызды құйып миксерлейміз. Міне, дайын болды құймағымыз. Енді бұл құймақты осындай электроблинницаға пісіреміз. Бірінші рет жасап көрейін деп отырмын. Сіздерге кеңесін жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі әдемі құймақ болып шығады. Міне осындай бір келкі құймақ болып шығады. Қасықтың көмегімен аударып пісіре берсеңіздер болады. Міне барлық құймақты бір келкі қылып асықпай пісіріп аламыз. Егер видео ұнаса, астына лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.